Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасағынан шығатын, оңай әрі тез жасалынатын куриный пирог, яғни тауық етінен жасалынатын бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір шай қасық толтырмай тұзымызды саламыз. Одан кейін разрыхителімізді, яғни қопсытқышымызды салып, шамалы араластырып аламыз. Одан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қостым. Егер сары май мұздатқыштан шыққан болса, онда күштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Мен осылай ертерек шығарып, бөлшектерге бөліп қойған болатынмын. Осылай қосып, барлығын жақсылап, қолымызбен араластыра отырып, осындай песочный тесто жасайтын боламыз, яғни үгітілмелі қамыр. Қамырымызды осылай біріктіргеннен кейін де видеодағыдай үгітіліп кететіндей болуы қажет. Енді үстінен қаймағымызды, жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластыра отырып, қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салфанымызға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып аламыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге ұсақтап туралған тауық еті және де жарты ай пішінде туралған пияз және картопымызды саламыз. Міндетті түрде картопты осылай жұқа етіп салуға тырысыңыздар. Тұзымызды, қара бұршымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Картоптың формасын қалауыңызша өзгертсеңіздер болады. Бірақ та осылай етіп турасаңыздар, жеген кезде шашылып, жайылып кетпейді. Осылай турапта жасап көрсеңіздер болады. Осы арада біздің қамырымыз да дайын болды. Дайын болған қамырымызды үлкендеу және орташа екі бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігі бізде бәлішіміздің астыңғы бөлігі болады. Үлкен бөлігін бірінші жайып аламыз. Осылай оқтаудың көмегімен тегіс етіп, қатты қалың емес, тым жұқа емес қылып, орташа қылып жайып аламыз. Пергамент қағазы төселінген противнімізге қойып, шет-шетін осылай қолмен тегістеп жібереміз. Осылай дайындап қоямыз. Енді екінші қамырымызды, яғни үстіңгі бөлігін осылай жайып аламыз. Міндетті түрде екі қамырды жайып дайындап болғаннан кейін ғана начинкасын салыңыздар. Салмасын ертеден салып қоятын болсаңыз, онда су ағып кететін болады. Сол себепті бірінші осылай екі қамырды жайып, одан кейін осылай салмасын салып аламыз. Үстінен осылай сары май тастасаңыздар болады. Сары маймен сіздің тауығыңыз құрғақ болып қалмайды. Ортасындағы салмасы сондай сочный болып, керемет болып тұратын болады. Сулы, дәмді болып шығады. Енді үстінен екінші дайындап қойған қамырымызды бетіне жауып, шет-шетін осылай біріктіріп шығатын боламыз. Міндетті түрде осылай өру міндетті емес, бірақ өріп жасасаңыз өте әдемі болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Енді үстінен жұмыртқамыздың сарыуызын жағып шығамыз. Одан кейін осылай іші жақсы пісуі үшін дәл ортасынан шамалы ғана осылай пышақтың көмегімен тесік жасаймыз. Одан кейін үстінен күнжутымызды сеуіп, 180 градус алдын ала қызып тұрған пешке шамамен 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де тауықтың орнына сиырдың етін қолданып жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, каналымның алға дамуына үлес қосып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.